200 литр ма? Өзің литрлеп су құйып көрдің бе? Өлшеп көрдім. Досым болады, Ерлан деген жігіт Чимкентте Строй Сити деген компания бар, строительный заттар сататын. Бизнесін көрсетуге келдік, халыққа қандай пайдасы бар, операционкасын көретін боламыз. Мына сферада жүргенге қанша жыл болды сен? Сферада жүргенім 6 жыл болды. Ал бұл сфераның өзің қиыншылығынан өткенсің ба, жоқ білесің ба, ажырата аласың ба? Түркістан қаласынан бастап Чимбент қаласында осы магазин, екі қалада магазиніміз бар. Басты миссия бізде халыққа қызмет қой. Заттарды қаяқтан алдырасың? 70% Қытайдан келетіндер бар, Россиядан келетініміз бар. Поставщиктермен жұмыс жасаймыз, үлкен фирмалармен тапсырыс береміз, олар жеткізіп береді. Заңды, прозрачный, документальный, өкіметке налог төлейміз. Бағасы қалай мынаның? Бағасы қолжетімді. Строительный зат сататын Чимкентте жетеді ғой ондай жерлер ше. Сен олардан қандай ерекшелігің бар мысалы? Қала бойынша жеткізу тегін, өзіміздің машиналарымыз бар. Екіншіден бізде дизайн проекті, егер ремонт жасап жатса, өзіміздің екінші жұмысымыз бар, дизайн проект бар. Айттыңыз, Асерстрой деген. Ол да тегін ба? Аха. Дизайн тегін. Үшіншісіне айтсаң, бір адамға умра қаржылығын ойнатып отыр. Бізде 100 мыңнан арғай сауда жасаған кісілерге осы апрель айдың ішінде ойнатамыз. Бізде Каспий бар, рассрочка бар, Каспий ретімізде бар. Перечислениемен жұмыс жасаймыз. Егер ол кісінің фирмасы болатын болса, фирма арқылы бізге ақша аудара береді. НДС болса, НДС береміз. Помещениеге аренда төлейсің ба? Төлемейміз. Өзің кім? Жеке Алланың қалауымен соғылған здание. Бағасын халыққа тиімді қылмайсың ба сен? Төлемейтін болсаң. Тиімді. Ең арзан баға деп айтыласың ба осы Чимкентте? Чимкенттегі? Помещение өзімізге болғаннан кейін расход аз болады. Соны бағаны содан минусовать етіп. Баға жағынан ғой енді бізге видеоны көріп отқандар баға жағынан Чимкенттегі любой жерден арзан қылып бере аласың ғой халыққа. Ең тиімді сол ғой қазір халық. Бізде сауда ғой енді. Саудада береке бар дейді. Келген клиенттер келсе, сол кісілердің разылығын алып, барынша сауданы түсіріп, иногда өз бағасын беріп жүрген кездер де болады. Дараның атынан келсе скидка бар ма? Скидка бар. 10-15% скидка береді. Енді үйін істетейін деп жатыр, сендерде не сатасыңдар мына ішінде? Бізде 8 мыңнан аса наимания бар. Үйден кіргеннен цемент, сухой смесь, көріп отқандай бізде барлық краска отдел бөлек, электрический отдел бөлек, скатымыз көрдіңіз, екінші этажда сантехникамыз бар. Жалпы үй соғатын адамның до ключа ғой, кілемнен басқасын бәрі бар ғой. Көріңіздер, екінші қабат. Екінші этажға барайық, не бар екен көліктер, неғып жүрміз, соны көрсетіп бізге. Мына біздің екінші қабат, Локе. Екінші қабатта бізде сместительдеріміз душевой, одан кабинкілеріміз бар душевой. Қай мемлекеттен шығып жатыр ма? Италиядан келетін бар, германскийларымыз бар, российский бар, Қытай бар. Жан жақта клиентке қалай ыңғайлы солай. Сонда Чимкенттен де раковина шығарып жатыр. Завод бар мынаның? Иә. Баға жағы қалай болады біздің? Басқалар конкуренцияға шыдап беріп жатыр, мысалы Қытайлармен келіп жатыр ғой, сатып жатсыңдар ғой, Россиядан келіп. Солармен бағасы қалай болады бұл? Качествосы қалай айтып? Качествосы өте жақсы. Келіп жатқан кем емес, артық болмаса. Оның үстіне біз сіз берген заказыңызға қарай істеп береміз. Мысалы, әркім кухнясы әртүрлі ғой. Ваннасы әртүрлі. Көрмей жатып, сен несін көрсетіп заказ береді ғой? Аха, заказ береді. Сол размерге қарай толтырып жасап береміз. Мына крашеный. Ертең краскасы кетіп қалар. Суға төзімді. Гарантия бар ма, жоқ па сенде? Гарантия бар. Гарантия 1 жылға береміз. 1 жылға бересің. Мына бір бәле болса қайтып ауыстырып бересің. Заводская брак болып басқа болса ауыстырып береміз. Размеріне қарай бізде айнасымен біз мына жерді как шоурум қылып істеп қойғанбыз ғой. Мына жайлы не дейсің, мысалы мен сияқты бойы 185-тен мына ваннаға сыймай қалуы мүмкін да. Мына қай жақтан келіп жатыр ваннаға? Бұны Қытайдан алдыртып жатыр. Қанша литр су кетеді мына? Оған 200 литр су. 200 литр ма? Өзің литрлеп су құйып көрдің бе? Өлшеп көрдім. Көріп жүрсіздер ғой Instagram трендте жүрген. Келіншектері, қыздар көпірік жасап осы ваннаға. Жататын көпірік деп осы ванна. Не үшін түзін аларыз? Бұл полға төселінетін зат, білесіз. Полға төселінетін. Бұл Россиядан келеді, бұның ішінде размерлер бар, 36, 34. Бұл да сенде сатылады ғой шын, Сатылады, бәрі сатылады. Қандай компаниялармен жұмыс жасайсыз, мысалы? Сізден келіп ала ма заттарыңызды? 30 шақты компаниямен жұмыс жасаймыз. Мықтыларын айтып жіберіңізші, бір екі айтатын болсақ, АБ Эффект деген компаниямыз бар, дом соғып жатыр. Отау групппен жұмыс жасаймыз. Сізден ала ма? Алады, әрине. Строй Экспресс деген компания бар, Строй Лидер деген компания бар. Бәрін клиентті осы жерде қабылдайсыз. Өзіңіз жеке бөлмеңіз. Жеке бөлмеміз. Сұрақтар бойынша басшылармен кім келеді клиенттер. Қарапайым бар, байлары бар, келеді. Осы жерде шай ішіп ақылдасамыз. Әркімнің положениесіне кіруге тырысамыз. Мемлекетке қандай пайдаңыз бар сіздің қазақ еліне, қазақ жеріне? Кіріс басқармасынан налог төлейміз. Қанша миллион төлейсің жылына? Жылына налогымыз былтыр 25-те бізге алғыс хат кетті. 28 миллион налог төледік. Биыл жоспар 50 миллионға жеткізсек деген ниетіміз бар. Ағайындар, осындай қазақтың қарапайым кәсіпкерлері көп болсын. Ағайындар, өзіміздің Чимкенттің жігіттері осындай нәрсемен айналысып, нөлден бастап, мынандай 2 этаждық здание соғып, қаншама заттарды Қытай, Россия, Германия, неше түрлі заттарды әкеліп сіздерге ұсынып жатыр ағайындар. Келіп, осылай реклама жасап, қолдан келгенше поддержка беруге
әрдайым дайынбыз ағайындар. Біздің негізгі мақсатымыз қарапайым кәсіпкерлерді халыққа көрсетіп, артымыздан еріп келе жатқан жастар осы кісілерге қарап мотивация алу. Сондықтан әр қазақ бай болсын, тек қана сіздер үшін Чымкент. Let's go!